Армағайын. Саламатсыздар. Біз Көлсайдамыз. Қазақстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, Монғолия мен Ресейден көрермендеріміз хат жолдап, жағдайымызды сұрап жатыр. Бізде бәрі жақсы, рахмет. Көптен бері саяхаттамай, бүгін Жетісу Жауһары Көлсай көлдеріне келіп қалдық. Бізді қонаққа шақырып жатырсыздар. Көптен көп рахмет, бәрін ойластырып жатырмыз, бұйырса барамыз. Ендеше влогты көріңіздер, лайк басып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Саяхат таймды бірге дамытайық. Кеттік. Көлсай Алматыдан шамамен 300 километр жерде. Жолы жақсы, жеңіл көлік қиналмай жете алады. Соны ескеріп, қаладан асықпай түске таман шықтық. Жалпы 3 Көлсай бар. Біз соның ең төменгісіне бара жатырмыз. Ол 2100 метр биікте орналасқан. Қаладан шығып 140 километр жүргеннен кейін Байсейіт ауылынан тамақтанып алдық. Одан кейін Бүркішілер ауылы Нұраны басып өтіп, Көкпек шатқалына жеттік. Артынша Көкпек жазығы да басталды. Мұнда ойран төбе шайқасы өткен. Сол маңға тоқтап, айналаны бір шолдық. Осыдан 300 жыл бұрын болған шайқас орнында төбелер қапты. Кейін Аласа асуына жеттік. Осы асуды өткен соң Кеген ауданы басталды. Таулы аймақ өзінің ерекше табиғатымен танымал. Көлсайға барар болсаңыз, осыны ескеріңіз. Жол бойында тамашалайтын қызық көп. Соның бірі Көртоғай шатқалы. Көлсайға барар жолда Көртоғай деген шатқалға тоқтадық. Мұнда тоқтасаңыз, биіктігі бір 50 метрден асатын құздардың арасынан аққан Шарын өзенін көре аласыз. Төмен қарасаңыз, кәдімгідей басыңыз айналады. Қалай табиғат? Керемет, көздің жауын алады. Көптен бері саяхатқа шықпап едік. Шынымен де сағым қаппын, ерекше толқып тұрмын. Әдемі көріністі бірақ нәрсе ғана бұзып тұр. Ол жан-жаққа шашылған қоқыс, келген кеткен жұрт өзінің жеген тамағын, гигиеналық затын тастап кете береді. Соған мен жүрегім ауырып тұр. Өйткені осы влогты көріп отырған барша адам тәрбиелік мәні бар контент алғанын қалаймын. Сондықтан табиғатты аялайықшы. Алып келген дүниені өзіңізбен бірге алып кетейік деген үндеу тастағым келіп отыр. Қоқыс тақырыбын жалғастыратын болсақ, осы Көртоғайдың маңында мынандай әскери нысандар орналасқан. Сол егер соғыс бола қалған жағдайда қорғануға әскерлердің кіріп оқ атуына арналған осындай қорғанатын орындар қысқасы. Үш жағында арнайы тесіктері бар, мылтық қоятын арнайы нүктелер де бар. Өкінішке қарай адамдар өздерімен әкелген қоқыстарын ішіне толтырып тастаған. Енді бұл қазір пайдаланылмағандықтан жабылып қалған, есігі құммен. Бұл жерде де міне қоқыс. Сыра дейді. Сыра, міне дизи. Темекінің тұқылы, балмұздақтың таяқшасы. Есігі бітеліп қалған екен. Көртоғайға кеп тоқтасаңыздар, тек табиғаттың тамашасын ғана емес, осындай ескіден қалған бір жәдігерді көре аласыз. Жалаңаш ауылына жақындағанда айналадағы көрініс бірден ауысты. Мұнда қар жауыпты. Көзіміз қарығып, әрең жүрдік. Бірақ қарды көргенімізге қатты қуандық. Көз үйренген соң табиғатқа сүйсініп отырып, Саты ауылына қалай жеткенімізді байқамай қалдық. Айта кетерлігі, Сатыда қонақ үй көп. Туристер әдетте осы ауылға келіп қоныстанады. Бөлме бағалары 5000 теңгеден басталады. Сатының плюсы, қонақ үйлер аса қымбат емес, әрі келісіп бағаны түсіруге болады. Ауыл ішінде дүкендер, кафелер бар. Ал минусы көлге алыс, 2 орта 15 километр. Соны ескеріп, біз Көлсайға жақын қонақ үй іздедік. Таңдауымыз Көлсай Наматсқа түсті. Тау бөктерінде орналасқан қонақ үйге біздің көлік бара алмайды екен. Сондықтан көк жорғамызды Көлсайдың тұрағына қойып, арнайы трансфер шақырттық.
етігімізді ауыстырып алайын деп жатырмыз. Нағыз қарға арналған етік. Менің де етігім күшті. Жазира да дайын. Жалпы қалай? Көлсай қалай екен? Қар қалай екен? Көлсай күшті. Алматыда қар жоқ. Алматыда күз. Сондықтан да мына жақтағы қысты көріп таң қалып жатырмын, қуанып жатырмын. Біздің көлік аса биік емес, сол себептен көлігімізді мына Көлсайдың тұрағына қалдырып, өзіміз қонақ үйге кетеміз. Көлсай Номадстың көліктері арнайы жол талғамайтын биік көліктер. Міне заттарымызды түсіріп жатырмыз соған. Жол қалай екен еді? Жалпы жол жақсы. Жазыққа дейін қар болған жоқ. Содан кейін Жалаңаш ауылына жақындаған кезде таудың етегінде кәдімгідей қалың қар жатыр екен. Кеше алдың күні бұл жерде қар жауған. Қар болғандықтан, оның үстіне таулы жол болғандықтан мұзды жерлер бар екен, машина тайғанақтап, артын лақтырып, сондай қиналған жағдайымыз бар кішкене. Бұлай жалпы бәрі жақсы. Енді қазір көк жорғамызды осы тұраққа қалдырамыз да өзіміз басқа көлікпен қонақ үйге кетеміз. Тұрақтан қонақ үйге жетеміз дегенше терезеден көз алмадық. Өзімізді ертегіге түсіп кеткендей сезіндік. Қар жамылған қалың орманның ішімен кетіп бара жатып, расымен осы ғажапты өз көзімен көріп отырмын ба деген сұрақ қоясың. Табиғатқа тәнті болған күйде қажет жерге де жеттік. Міне жеттік. Рахмет. Бағана мүлде басқа жерде жүрген сияқты еді, қазір мүлде басқа жерге түстік. Тап болдық, бұлайша айтқан кезде кәдімгідей. Басқа жерге, басқа әлемге тап болғандай болдық қана. Нарния бар ғой, Нарния. Хроника Нарния деген кино бар ғой. Сол жерде ертегіге түсіп кетеді ғой, тура сол сияқты болды ғой. Жол қалай, жол? Керемет. Мен Лапландия деп жатырмын, сөйтсем Нарнияда жүрген сияқтымыз. Кеше қар жауғаннан кейін ағаштарда қарағайда әлі де жаңағы бетінде қар тұрды, ағаштың бетінде. Сондықтан сол көрініс енді көзбен көрген шығарсыздар, видеодан көресіздер, бірақ кәдімгідей өз көзімен көргенге жетпейді екен да. Қонақ үйге жақындап қалдық, жаңағы жолмен жол талғамайтын көлікпен келдік қой қонақ үйге дейін. Расында кәдімгідей бір 6-7 километр жүріп тастадық. Шын мәнінде негізі былай жаяу келсеңіз, мына жерде жап-жақын арғы бетке 1,5 километр жерде ғана тұр. Бірақ екі ортада үлкен мынандай жыра бар, өзен ағып жатыр, сол себептен өту оңай емес. Сол жол талғамайтын көлікпен жаз болсын, қыс болсын, сол арнайы көлікпен келу керек екен. Онсыз бұл бетке өте алмайды екенсіздер. Жаңа жолды көрдім, кәдімгідей жаңағы джиптің өзі қиналып өткен жерлер болды. Менің көлігім тіпті ол жерден өте алмайтын еді. Мен қазір Көлсай Номадсқа келдік. Қазір барып тіркелеміз. Мына дөңнің артына күн көріп бара жатыр. Осындай көрініс. Қонақ үйге келдік. Біраз ұштық. Қанша бізге? 202. 202-ші бөлме. Кілт. Қазір рум-тур бірден жасаймыз әлде кішкене? Бірден жасайық. Жарайды, бірден жасайық. Қазір дронды жинай салайын. Жаралып кіреміз. Жарық болды. Сонымен рум-турды бастайық. Біз әлі бөлмені көрген жоқпыз. Сіздермен бірге көрейік деп шештік. Мынау дәретхана, душы бар екен, әжетханасы бар екен. Қос төсек. Міне ағашпен көмкерілген үстіңгі жағы. Әдемі. Бірден көзге түскені шахмат тақтасы. Және әдемі картина. Өзбекстанда қандай қонақ үйге барсаң да өзбек колоритін біз сездік, көрдік. Бұл жерде де осындай қазақ колоритін көрсеткендер қатты ұнады. Ал енді көрініс. Вау, достар. Қандай күшті. Балконның есігін ашасың да бірден мынадай көріністі көресің. Арғы бетте көк жорғамыз көрініп тұр тұрақта. Сонда біз осы тұрған тұрақтан сонша километр жер айналып кеп қонақ үйге жеттік. Ғажап көрініске ұзақ сүйсіндік. Көлсай Номадс керемет жерде тұр екен. Бәрі әдемі ойластырылған. Негізгі ғимараттан бөлек бірнеше үй және глэмпингдер бар. Міне, мынандай глэмпингдер бар екен. Бүкіл қазақ ауылдары осындай глэмпинг тұрғыса
өйткені киіз үйге ұқсайды, қазақтың колоритіне сәйкес келеді. Тура сондай ауылды көру үшін де туристер ағылатын еді деп ойлаймын. Төменде бетіне мұз қатқан көл, айналасы биік қарағай, алып тау және таудың таза ауасы. Жақсы демалысқа кешкі ас жетпей тұрған. Ол да табылды. Дәмді қуырдақ жеп, одан соң далаға шығып, түнгі орманда серуендеп қайттық. Күн өте суық. Қазір минус қанша екенін тіпті білмейміз. Мұнда интернет жоқ, одан кейін ұялы байланыс желісі жоқ. Үнемі сторис салып, біреулердің стористарына реакция жіберіп отыратын едің. Миым тазарып жатыр. Күн сайын неше түрлі ақпаратты естисің. Сөйтіп бір күні мынау жаттың барлығы толады, адам оны қорыта үлгермейді. Сондықтан осындай жерлерге келіп, телефонды қолданбай демалып тұру керек. Сол қазір менде мынандай процесс тазалану деймін. Миым тазаланып жатыр. Бірақ егер мен жеңіл киініп ләззат алмайтын едім. Бұл жерде мына жерде 2 қабат шалбар, мына жерде 2 жемпір, соның арқасында көңіл күйім тамаша. Айтпақшы, киім. Көлсайға қыста келетін болсаңыздар, жылы киінуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қалың етік, қалың киім киген абзал. Өйткені күн өте суық, жаңа айттым. Камера ұстап келе жатырмыз. Камера ұстап келе жатқаннан қолым қатып қалды. Саусақтарым сезбей келе жатырмын. Негізі көлге түсеміз деп ойлап келе жатқанбыз, бірақ жол табамай қалдық. Өзімше бұлай жүрген дұрыс шығар деп келе жатыр едік. Мен қарап келейін қазір. Дала қараңғы. Мына жақта жол жоқ сияқты. Адам ізі де байқалмайды. Ештеңке байқалмайды, ештеңке көрініп тұрған жоқ. Көл ана жақта. Бұлай кетсек, қалың ағаштың ортасына кіріп кететін сияқтымыз. Сондықтан мына жақта қарап көрейік. Меніңше ана жақ көтеріліп, бұлай түскен жоқ. Жоқ, ана жерде жол болу керек негізі. Бұлай жолға апарады деді. Бұлай жүрсең барады деді. Қар қалың емес, бірақ тобықтан келеді. Адасу біздің влогтың дәстүріне айналып кеткен. Алтайда адастық, Ташкентте адастық, Бұхарада адастық. Енді міне Дубайда адасып едік. Дубай молда адастық. Енді міне Көлсайда адасып жүрміз. Бастысы қай жерде адассақ та соңы тек жақсылықпен аяқталып жатыр. Қараңғы болып кетті ғой деймін. Көлге бармаймыз деп шештік. Не болып кетті өзі? Не істеріміз білмей қалдық қой. Сағат кешкі 6, бірақ дала қараңғы болып бара жатыр. Күн батқалы біраз болды. Оңтүстігіне жерде тау тұр ғой. Таудың артына кіріп кеткелі де біраз болған күннің. Содан Содан жаңа жолды таппай, одан да батутпен сырғанайық деген ойға келдік. Көреміз қазір, бір-екі рет сырғана көреміз. Егер жақсы болса, ары қаратай сырғанай береміз. Мына жер дегенде жарық бар екен. Тұрақ. Көліктер бар. Мына жер тұрақ екен ғой. Әдей жағып қойыпты. Суретке де түссе болады екен. Әдемі? Әдемі. Сырғанақ қайда? Мына жақтан жолмен ақ сырғанай беретін сияқтымыз ғой. Сәулесі судан
сай, тасыған өзен гүрілдеп. Таудың таңы да ерекше, мүлгіген тыныштық. Көзіңді жұмсаң, өз демің мен жүрек соғысыңды ғана естисің. Суық ауамен тыныстасаң, ұйқың демде ашылады. Бетіңе қан жүгіріп, бойыңда тылсым күш пайда болады. Биік шыңдарға күн сәулесі енді түскен шақта, біз таңғы асымызды да ішіп болдық. Кейін аяққа мұз үстімен жүруге арналған тағамызды кидік те, көлді бетке алдық. Таңғы асымызды іштік. Енді Көлсайдың өзіне түсіп бара жатырмыз. Көлге қарай. Судың беті мұз болып қатқан. Қар жаумағанда негізі беті жылтырап жатады кәдімгідей. Мұздың асты көрініп, бірнеше күн бұрын қар жауды едік қой. Сол қар жауғандықтан қазір мұздың беті әппақ болып жатыр. Енді біз қонақ үй кішкене биікте орналасқандықтан көлге қарай жаяу түсіп бара жатырмыз. Ол жаққа қарай көл түспейді. Жаяу бір ізді жолмен соқпаққа түсіп алып кетіп бара жатырмыз. Дрон ұшырамыз деп, одан кейін өзімізде селфи жасаймыз деп, балконда қысқасы куртка ыстырамын деп, кішкене тамағымды ауыртып алған сияқтымын. Бірақ ауырмаймыз. Бәрі жақсы. Ауыруға уақыт жоқ. Иә. Міне орман. Ана таудың артынан күн шығып келе жатыр. Міне көл, жақындап қалдық. Суға жақындадық. Су деппін ғой. Көлдің қатқан көлге жақындадық. Мына жерде арнайы отыратын орындар бар екен. Төбесі жабылған. Өздеріңізбен бірге шай әкеп, тамақ әкеп отырам десеңіздер. Міне бәрі дайын. Мына жерде пирс бар. Көп адам Көлсайға келген кезде осы пирсқа суретке түседі. Міне қазір жетеміз. Осы ағаштары бар. Мына жерде енді жаздың күні кәдімгідей су. Мөлдір су, асты көрінеді судың. Балықтар жүреді. Міне қыста осылай. Мына пирс деген атақты пирс. Бір сынып қайтадан жөндеуден өтті. Міне мұз. Міне соқпақ жасап қойыпты. Кеше бізге айтып еді, не қылсаңдар болады деп. Коньки тепсеңдер болады деп айтқан, бірақ біз коньки теппедік, алмадық. Не мұз. Кәдімгідей енді судың түбі көрініп тұрған жоқ. Қар жауған. Күн шықты. Айнала әппақ. Көлдің бетіне 30-40 сантиметрдей мұз қатыпты. Оның астында 30-40 метр терең су жатыр. Соны ойласаң, бойыңды үрей билейді. Кейде атылған мылтықтың даусындай мұздың жарылғаны естіледі. Ол тіпті қорқынышты. Бірақ мұнда жүрген балықшылар 10 сантиметрден асса, мұз адамның салмағын көтере береді деп сендірді. Балықшы демекші, олардың саны көп. Әр тұстан мұзды ойып, форель аулап отыр екен. Көлсайда мекендейтін жалғыз балық осы. Қазақша алабалық, хан балық, бақтақ дейді. Көлдің бас жағына жақындаған сайын мұз жоғара береді. Ал тау өзені қоятын тұсы тіпті қатпапты. GoPro'ны мұздың астына салып көрмекпіз. Қолмен таяғымыз жоқ еді. Енді қолмен салып көреміз, астында не бар екен, көрейік. Ал. Жеңімізді тіректі. Міне қапты. Терең екен, қазір аш жүрек та жүрміз. Неге олай? Ана жақты салу керек еді жаңа, е? Иә. Жаңа мына жер кәдімгідей 30 сантиметр екен.
мұздың дауысы бар ғой кәдімгідей. Жүрегің зырқ етеді. Көлсайдың басына жеттік, көрдік. Балықшылар көп екен. Енді қайтадан қайтып бара жатырмыз. Иә, мына жердің бәрін тесіп тастаған мұзды. Енді жалпы жаздың күні Көлсайға турист көп келеді. Кәдімгі мұнда адам көп болады, сосын судың бетінде катамарандар, жалпы қайықтар жүреді. Ал қыста адам онша көп емес екен. Бүгін сенбі демалыс. Көбінесе адамдар келіп, жаңа мұздың бас жағында сол тұрақ жақта жүреді екен, а мына жаққа көп келмейді екен. Негізі былай көрер қызық бар, табиғатқа сүйсініп жүрсеңіздер болады мұздың үстімен. Жазда біз келеміз, көлге бір көз тастаймыз да, дастархан жаямыз, тамақ ішеміз, жан-жағымызда адамдар шулап жатады. Әйтеуір қайту керек, қайтып келесің болды. Қыстың кезінде рахат, адам аз, көлдің ортасын қиып өтіп, азықпай, аяңдап басып, жан-жағыңа қарап, ләззат алуға керемет мүмкіндік. Сондықтан да қыста барған тиімді екен. Коньки тебуге болады екен. Мұз бар, мына қар деген қалың емес. Сырғанап жүрген адамдарды көрдік. Қазір қайтадан көтеріліп, қонақ үйден заттарымызды алып, қалаға қарай қайтамыз. Қалай мынау маған ұқсай ма? Жазираның туындысы. Иә. Біз жаңа мынаны айналып өткенбіз. Біз мына жақпен өткенбіз. Көрмей қалған екенбіз. Абайлап жүріңіздер, егер мұзға келетін болсаңыздар. Арандап қалмаңыздар. Қонақ үйге қайтарда биік төбеге көтерілеміз деп шаршап қалдық. Аздап демалған соң глэмпингдермен жақынырақ танысайық дедік. Киіз үй пішіндес әдемі үйлер қыс уағында жабық тұрады екен. Бірақ қонақ үй қызметкерлері арнайы біз үшін құлыпты ашып, ішін көрсетуге келісті. Шаңырағы биік, керегесі кең деген осындай болса керек. Глэмпингге 4 адам қоныстана алады дейді, және сыртта бөлек террасасы бар. Айналаға қарап қойып кітап оқығанға жақсы. Ал ең басты қызығы үлкен терезесі. Төсекке жайғасасыз да даладағы көріністі кино көргендей тамашалап жатасыз. Керемет емес пе? Жазда келсек, міндетті түрде осы глэмпингге қоныстанамыз деп шештік. Осымен кезекті саяхатымыз тәмам. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қазақстанның қай жерлерінде болдыңыздар, не ұнады, не ұнамады, комментарийға жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде жауап береміз. Бұл саяхат тайм сіздермен бірге болған Ернар мен Жазира. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Соңғысы дұрыс болды ғой? Иә. Қонақ үйден шықтық, заттарымызды алдық. Қазір арнайы көлікке мінеміз де Көлсайдың тұрағына барамыз. Сол жерде көк жорғамызға отырып, Алматы қайдасың деп зулаймыз.